Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қуырылған балық дайындаймыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Жақсылап бірінші балықты тазалап аламыз. Одан кейін үстіне тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Одан кейін табаға майымызды құйып, қатты отта май қызғаннан кейін балықтарымызды ұнға ауната отырып қуырып аламыз. 3-4 минут өткеннен кейін екінші бетіне аударып, ол бетінде солай 3-4 минут қуырамыз. Барлық балықтарды осы ретпен қуырып шығамыз. Ал енді біздің балықтарымыз дайын болды. Бетін осылай өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Мен пиязды дөңгелек етіп турадым. Қараңыздар, өте жұмсақ әрі өте дәмді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды, подписация батырмасын басуды ұмытпаймыз. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.